31 жұлдызы бүгін. Шалқар. Желтоқсанның 31 жұлдызы Шалқар. Шалқар қалалық аппараты қаласының қандай дейді? Шалқар әкім акимат екен ғой, әкімдікке. Шалқар қаласының акимат дейді. Орталық көше болу керек. Қар жауып аяғымда галош міне. Шалқар. Жанел деген ресторан, мейрамхана. Жанел деген мейрамхана. Мынау қандай не екен? Комментарийға жаза кетіңіздер ше. Мына барда пожарный екен міне. Ровуды болу керек қой, полиция дейді. Мынада не бар? Шалқар ауданының соты дейді. Так. Мына жерде 2 этаж бар екен. Мынаны жазамыз комментарийға, бұл не екен? Осы жолдың бойында. Құрметті Шалқар қаласының тұрғындары, комментарий жазамыз. Нөмірі 2-ші мектеп екен, шофер жігіт айтып отыр маған міне. Нөмірі 2-ші мектеп. Міне жазулы да тұр екен ғой, 2-ші мектеп. Не күліп отырсыз? Шоферші. 2-ші мектеп. Рыбалов деген магазин бар екен мынада міне. Балықшылар балықтың аулайтын заттарын сатады ау деймін. Мынада осы. Мына көшенің аты не? Вокзал жаққа баратын көше ғой, иә? Қазір вокзал жақта бір рет түсіремін қазір. Стрельшін жүріп қояды ғой, мойын қызы ғой. Атамекен деген палата бар екен арада. Атамекен. Ауда мектеп болу керек. Сервистік әкімдік дейді. Жұмыспен қамту орталығы. Қазпошта арада міне. Алия гүлдер орталық міне. Гүл сататын. Ауданның әкімі, Шалқар ауданның әкімі. Аудандық акимат. Мынаяқтағы көшедегі жаңағы бұл Шалқар қалалық акимат болу керек. Оқушылар сарайы бар екен арада міне. Мейрамхана, Ақтолқын, ынтымақ дейді мына жерде кафеш. Асем деген кафе міне. Асем деген кафе бар екен. Асем деген кафе. Так. Райымбек мына жерде, Алия. Тағы не бар? Қанағат деген. Базар жаққа жақындап қалдық ау деймін да? Мына жер базар болу керек менің ойымша. Мынаның ішіне базар ма? Міне Шалқар туған өлкем деп жазып отыр екен. Светі жоқ екен. Қалалық не дейді? Бір ЖКХ дей ма, соның адамдар негізі осыны жағып қоятын солар ау деймін, осыларды қарайтын. Мына жерде мынандай бар. Мынау не? Сөйтші. Не ол? Шалқар кешкі. Бүгін 31 күні міне. Көшеде адамдар жүр. Мынарда каток-маток бірдеңе жоқ па сонда осы арларда? Мынарда ЖД вокзал бар міне. Міне қыта бар міне. Шалқар. Қазақстан темір жолы. Вокзал, ЖД вокзал. Осы жолмен кетеміз енді алдымыздағы жолмен. Шафран деймін, шафран. Шафран бұл не ма? Кафе ма? Не ол? Ресторан ба? Шафран деген кафе бар екен. Ал жақсы, сау саламатта болыңыздар. Төменге подписацияны басып, қоңыраушаны басып қойыңыздар.